Аманат партиясы облыстық филиалы жанындағы партиялық бақылау және мониторинг тобы Орал қаласындағы құрылыс сапасын қадағалады. Қоғамдық бақылау туралы жаңа заң жұмыстың нәтижелілігін арттырды. Басты қағидат заңдылық, жариялылық, ашықтық пен айқындық. Кезекті шара Зашаған кентінде өткізілді. Тақырыпты тілші толықтырады. Құрылыстың сапасы инженерлік және жылу желілеріне қосу барысы. Қалаулылар негізінен осы мәселелерге назар аударды. Бұл 208 пәтерлі құрылыс нысаны отбасы бағдарламасына кезекте тұрған тұрғындарға арналған. Құрылыс 2022 жылы басталып, әлі күнге дейін аяқталмапты. Атқарушы органның айтуы бойынша қазір жоба нақтылау өтіп жатыр. Яғни қазіргі заманға сай материалдарымыз қымбатшылығына байланысты қазір жоба нақтыланып жатыр. Соған байланысты қазір шамалы жұмысымыз тұрып қалып жүр. Бірақ енді оған қарамастан жұмысты өздеріңіз көргендей жасақталып жатыр. Қазір мердігермендер сөйлесіп отырмыз. Мердігердің айтуы бойынша күн жылынғаннан кейін жұмыс ары қарай толығымен қарқынды жылжылатын болды. Депутаттар бұл жолы бірнеше құрылыс нысандарын аралап сапасына зер салады. Мердігер компания өкілдері және тұрғындармен пікірлесіп, қалыптасқан түйінді мәселелерді шешу жолдары туралы ақылдасты. Программамен салынып жатқан құрылыстарды тексеріп, қандай жағдайда, қандай қиындықтары бар жаңағы. Сол жағынан біз жаңағы топ құрып өзіміз шығып жатырмыз. Және де осы сессияда да қозғап жатырмын. Мына жылу біздің жақта өте қиын. Мына қазір анықтап беріп жатырмыз. Бекерден бекер жаңағыда ақша мына тепловой счетчикке салмайық деп. Себебі бізде бұл тепловой счетчиктер істемейді. Істегенмен жаңағы несі оны 4 жыл сайын тексеретін нелер жоқ, құралдар жоқ, жабдықтар. Партиялық бақылау жыл бойы жүргізілмек. Құрылысы басталған нысандар үнемі бақылауда ұсталып, сапасы қадағаланатын болады дейді халық қалаулылары. Ұлықпан Рүстем Исжан, Саид Самиғолла, Ақжайық, Ақпарат.